Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай баклажандарыңыз көп болса, не істерлеріңізді білмесеңіздер, осындай қысқа заготовка жасасаңыздар болады. Ең алдымен баклажандарымызды толықтай кеспей тіліп алатын боламыз. Содан соң қайнап тұрған суымызға тұз салып, 1 килограмм баклажанға 30 грамм тұздан салып, баклажандарымызды 5-7 минутқа дейін қайнатып алатын боламыз. Бетін ауыр қақпақпен жауып, біркелкі бұрқ етіп қайнағанша күтеміз. Содан соң сәбізімізді үккіштен өткізіп, оған тұз, болгар бұрышын, сарымсақ және де аскөктен қоссаңыздар болады. Мен мұздатылған түрін қостым. Осылай араластырып аламыз біркелкі етіп. Содан соң жаңағы судан сүзіп алған баклажандарымызға жаңағы жасап алған сәбізден салатымызды ортасынан салып алатын боламыз. Бұның барлығына үстінен заливка жасаймыз. Қайнап тұрған суға тұз, бұрыш және лавр жапырағын салып біркелкі етіп араластырамызды. Баклажандарымызды сұйық құямыз. Бір ыдысқа салып, бетінен осы құйып шығамыз. Бұл бізде бөлме температурасында 5 күндей тұрып, закваситься ету қажет болады. Үстінен ауыр зат қойып қоямыз бөлме температурасында. 5-6 күннен кейін салқын жерге қойып жіберсеңіздер болады. Квашеный баклажан. Жасап көріңіздер, кеңес беремін.